Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Құдай әке сені ерекше сүйеді, өзінің ерекше махаббатымен. Бүгін мен керемет сөзбен сіздермен бөліскім келеді. 1 Петрдің хаты 3 тарау 18 аятта былай дейді. Масықты әділ бола тұра, әділеттер үшін азап шекті. Ол біздің Құдаймен табыстыру үшін кінәларымызға бір жола құрбан болды. Сонда Масықтың өлтіруі әлі рухани денемен қайта тірілді дейді. Аумин. Білесіз бе? Иса Масық ол әділетті. Ол бірде-бір кінә жасаған жоқ. Осы жер бетіне келгенде, ол пак Мариям қыз арқылы өмірге келіп, Құдайдың қалауымен келіп, және Құдайдың көктегі әкеміздің еркін толықтай іске асырып орындады. Ол біз сияқты жер бетінде өмір сүрді. Ол қудалауды көрді, ол азаптауды көрді, ол жалған сөздерді көрді, жалған пайғамбарларды көрді. Бірақ та бірде-біреуіне ол бас иген жоқ. Неге дейсіңдер ғой? Өйткені Құдайдан келген рух көктегі әкемізге оны жетеледі. Дәл сол рух, Құдайдан келген киел рух, ол сенің де жан дүниеңде бар. Неге дейсің ғой? Өйткені Иса айқышағашта ол айтты, мен сен үшін бәрін істедім деді. Және мендегі рух енді сендерде де бар деді. Және онымен қатар ол тағы не дейді? Сендер менен де көп жақсы істер жасайсыңдар дейді. Қымбатты бауырым, енді сен осы жер бетінде жүргенде, сен Иса Масықтың нұрысың, сен Иса Масықтың рухысың. Осы әлемдегі адамдарға Исаның кім екенін көрсететін. Білесіздер ме? Қазір көптеген адамдар мұқтаж сүйіспеншілікке, көптеген адамдар мұқтаж махаббатқа, Құдайдан келетін махаббатқа, шынайы махаббатқа, жер бетіндегі емес, агафа, мәңгілік махаббатқа мұқтаж. Ол махаббат кімде бар? Әлбетте Құдайдың халқында бар. Өйткені Иса айтады, мен сендерге сүйіспеншілік бердім дейді. Ойлап қараңыздаршы, бізді Құдай керемет құрбандығымен, өзінің айқышағаштағы өлімі арқылы, киелі қаны арқылы сені мен мені таңдап алды. Енді біз таңдаулы Құдайдың халқымыз. Және біз не істеуіміз керек? Әлбетте, осы әлемдегі адамдарға Құдайдың нұрын жеткізуге, Құдайдың киелі кітабындағы сөзін жеткізуге, оның сүйіспеншілік екенін, оның мәңгілік өмір беретін, және ол кішіпейілділіктердің Құдайы екенін. Аумин. Мен сенемін, сен сол адамсың. Қандай қиыншылықтар болса да, Құдайға қара. Өйткені Иса Масықтың кезінде де соншалықты қиыншылықтар болды. Құлдаулаулар болды. Исаның сөзін елемей мазақ қылғандар болды. Бірақ та ол ештеңеге қараған жоқ. Ол не айтты? Ол былай деді. Мен өзімнің еркімді емес, көктегі әкемнің еркін орындауға келдім. Менің қалауым емес, көктегі әкемнің қалауы болсын деді. Аумин. Дәл солай бүгін сені жігерлендіргім келеді. Егерде сені біреу Иса Масық үшін мазақ қылып күлсе, егерде сенің сөзіңді біреулер елемесе, сен бір затты түсін. Сенен бұрын біздің Құдайымыз Иса Масықты да дәл солай мазақтаған, дәл солай келемештеген, дәл солай оныған да азап шектірген. Бірақ та ол бір затты айтты, мен адамдарға қарамаймын, мен Құдайға қараймын деп. Білесің бе, бүгін сені жігерлендіргім келеді, қымбатты досым, қымбатты бауырым. Құдайға қара. Құдайдан үмітіңді үзбе, және басқа адамдарға да сол үмітті бер. Олар не айтса, оны айтсын. Құдайға әрқашанда қара. Және Құдайдың кім екенін, шынайы сүйіспеншілік екенін жеткізе біл. Сол кезде сен Құдайдың рухани ұл қызы деп аталасың. Құдай сені жарылқасын. Аумин.